Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Біз келесі 5-ші дәрісімізді жалғастырамыз. Яғни материалдық ресурстар. Осы ресурстардың сметалық бағалары тек ресми стандарттарды ғана емес, сонымен қатар нақты құрылыс жағдайларында ескере отырып анықталады. Бұл құрылыстың сметалық құнын дәлірек және тиімді есептеуге мүмкіндік береді. Сметалық баға жинақтарына кірмейтін құрылыс материалдарының, бұйымдардың және конструкцияларының сметалық құны, оларды сатып алу, жеткізу және пайдалануға дайындаумен байланысты барлық шығындарды ескере отырып есептелінеді. Стандартты сметалық жинақтармен қамтылған құрылыс материалдарының сметалық құны, оларды сатып алу, жеткізу және жергілікті жерде пайдалануға дайындаумен байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс. Бұл тәсіл нормативтік базаға кірмейтін нақты және стандартты емес материалдардың сметалық құнын дәлірек есептеуді қамтамасыз етеді. Құрылыс материалдарының бұйымдарын және конструкцияларын жергілікті қоймаға жеткізуге арналған бөлік, яғни көлік шығындарына, бұл ресурстарды ондай өндіріс орнынан немесе жеткізу орнынан құрылыс алаңына пайдалануға дейін сақталатын жерге дейін тасымалдауға байланысты барлық шығындар кіріп отырады. Екінші, сметалық құжаттама нысандары. Сметалық құжаттаманы нөмірлеу құрылыс сметасын дайындаудағы маңызды қадам болып табылады. Себебі ол жобаға қатысты барлық заттар, шығындардың реттілігін, анықтығын, бақылануын қамтамасыз етеді. Бұл нөмірлеу жүйесі жобалық құжаттама және сметалық есептеулерді тиімді басқаруға, бақылауға, құрылым мен бірізділікті сақтауға мүмкіндік береді. Мысалы, номер 2, жиілікті смета бірінші суретте көрсетілгендей, жиілікті сметаларда нөмірлеу принципі смета шифры көрсетілген. Яғни осы схемада нөмірлеу принципінде көрсетілгендей, жергілікті сметаларда нөмірлеу принципі, яғни құрылыс құнының жиынтық сметалық есептеудің екінші тарауының нөмірі кіреді, объект нөмірі, объектілік сметаның бөлім нөмірі, сонымен қатар объект бойынша жергілікті сметаның өтпелі нөмірі кіріп отырылады. Келесі суретте көрсетілген. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының құрылысының сметалық құнын анықтау тәртібінің G қосымшасына міндеттелген 7-ші бағаннан тұратын жергілікті смета нысаны бойынша, яғни 4-ші нысан бойынша, сонымен қатар жергілікті смета үшін материалдық ресурстар мен жабдықтар мен тізімнің нысаны берілген. Жергілікті смета мен материалдық ресурстар, жабдықтардың тізімі бір мезгілде жасау үшін ABC енгізілу тіліне келесі жұмыс түрлері қосылады. Бірінші сұрақ, қысқаша жергілікті смета. 8-ші сұрақ, шығындар бойынша жергілікті смета. 9-ші сұрақ, толық жергілікті смета. Ерекшеліктері параметріне С8 жалаушасы қолдану керек. Мысалы, көрсетіліп тұрғандай, электронды кесте редакторында жұмыстар тізімі параметрлер жергілікті бағалау нұсқаларына бірін таңдауға мүмкіндік береді. Екінші суретте көрсетілгендей, бұл жерде электронды кесте редакторындағы жұмыстар тізімі параметрлер көрсетілген. Осы кодтар бойынша атаулары барлығы көрсетілген. A0-ден A1, A2, A3, B1, D0, D1 сияқты, D2, G5, K9, Q1, Q8, Q9, P8 деген сияқты кодтар көрсетілген. Сонымен қатар электронды кесте редакторында тақырып деректерімен жұмыс істеген кезде бағалау атауы жолын басу топтастыруда көрсетілгендей бағалау атауларының бірін таңдау опциясы бар иерархиялық форманы ашады. Үшінші суретте көрсетілген. Электронды кесте редакторындағы атауды бағалау. Осы жерде көрсетілгендей шифр, объем барлығы көрсетілген осы суретте. Сонымен қатар мәтіндік редакторды бағалау атауын таңдау. Бұл жерде 4-ші суретте көрсетілген. Бұл жерде мәтін редакторындағы атауды бағалайды.
белгілі бір программа жүйесімен. Сонымен қатар келесі мәтіндік редакторда бөлім атауын таңдаймыз. Яғни біз 4-ші суретте редакторда бағалау атауын таңдасақ, бұл жерде редакторда бөлім атауын таңдаймыз осы 5-ші суретте. Келесі жаңа әдістемелік ережелерге сәйкес жергілікті сметаларды дайындау ерекшеліктері. Бірлік смета бағаларының жинақтары тек аймақ бойынша бірлік смета бағасы индикаторын ғана ұсынады. Мысалы ретінде, ESS деген ерекшеліктерін зерттеу үшін біз Қарағанды облысы Абай ауданы және сметасын осы смета бойынша 6105-02-01-01-01 сметасын қолданамыз. Жинақтан алынған үзіндікте Қарағанды облысы үшін 31.359 теңгені құрап отыр. Осы кестеде көрсетілген бәрі есептелінген. Келесі бізде ECS бұл есептеу әдісімен алынған өлшем бірлігіне шаққандағы шығындардың жиынтық көрсеткіштері, оның мазмұны егжей-тегжейлі ақпарат формасында көрсетілген. Осы 6-ші суретте форма info деген информация толық көрсетілген. Сонымен қатар бізде негізгі индекс, яғни жәрдемақыларды, салықтарды, айыппұлдарды және басқа төлемдерді есептеу үшін қолданылады. Бұл өсім 2025 жылмен 3932 теңгені құраған, салыстырғанда 393 теңгені құрады. Яғни негізгі әдіс ресурстарға негізделген ABS4 және инфо бағдарламаларын пайдалана отырып, бұл шығындарды бақылауда қамтамасыз етеді. Яғни қазақстандағы жергілікті шығындарды есептеп, яғни бұл жоба деректеріне ақау есептеу, сызбалар негізінде жеке жұмыстың шығындарының құнын бағалау және стандартты базаны және ағымдағы бағаларды пайдалана отырып анықтау процесі жүргізіліп отырады. Мысалға, 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы айлық есептік индекс республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 4325 теңге болып белгіленді. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрісте жалғастырамыз. Келесі видеода. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.